Сәлем достар, сіздермен бірге Аружан. Бүгінгі видеода біз творожный пирог жасаймыз. Ең алдымен майымызды ертіп аламыз. 300 грамм ұнға 1 жұмыртқа, 3 ас қасық қант және де кішкене тұз саламыз. Еріген майымызды ұнымызға қосып қамыр илейміз. Дайын қамырымыздың бетін жауып 20 минутқа холодильникке саламыз. 500 грамм творогқа 2 жұмыртқамызды жарып, 100 грамм қант және де 100 грамм творожный сыр қосып, жақсылап миксерлейміз. Дайын демалған қамырымызды алып, өздеріңіз қалаған форма бойынша қамырды орналастырып шығамыз. Дайын қамырымызды 15 минутқа шеттері қызарғанша духовкаға жібереміз. Шеттері қызарған соң ортасына творог салып, тағы да 45 минутқа пешке жіберетін боламыз. Осымен біздің творожный пирог дайын. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.